Баршаңызға қайырлы күн. Дәмі өте керемет болып шығатын, ауызда еритін апельсин шоколад тортын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шоколадты бисквит дайындауға кірісеміз. Ол үшін пешке қоятын ыдысымызға суымызды, сұйық майымызды және құмшекеріміздің жарты бөлігін салып, үстінен какаомызды саламыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Осы массамызды пешке қоямыз және қайнатамыз. Орташа отқа қою керек, үнемі астын араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Жұмыртқамызға шым тұзымызды салып, қалған құмшекерімізді саламыз. Барлығын миксердің көмегімен аппақ масса болғанша миксерлейміз. Шамамен 5-6 минут миксерлеуіміз қажет. Біздің жұмыртқамыз көлем жағынан ұлғайған соң, шоколадты массамызды жайлап құя отырып, миксерлеуді тоқтатпаймыз. Барлық массамызды өзара араластыруымыз керек. Барлық шоколадты массамызды араластырып болған соң, бізде осындай үлпілдек масса шығады. Енді құрғақ ингредиенттерімізді, яғни қопсытқыш пен ұнымызды өзара араластырып, міндетті түрде електен өткізе отырып, қосып, осылай жоғарыдан төмен қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Диаметрі 20 сантиметрлік формамызға қамырымызды құямыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 35-40 минут пісіреміз. Дайын болған бисквитімізді міндетті түрде шпажканың көмегімен тексеріп көреміз. Бисквитіміз пісіп дайын болғанша апельсинді қабатымызды жасаймыз. Ол үшін 2 апельсиніміздің осында сыртындағы цедрасын аламыз. Цедрасын алған кезде ақ бөлігі кіріп кетпесін, ол бізге ащы дәм беретін болады. Содан соң құмшекерімізді саламыз. Және де қолымызбен осылай құмшекерімізбен цедраны жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, біздің апельсиніміздің иісі керемет болып шығып тұр. Камера иісті жеткізе алмайтыны өкінішті. Осылай құмшекеріміз бен цедрамызды жақсылап араластырған кезде біздің құмшекеріміздің бәрі сары түске енеді. Апельсиніміздің суын алуымыз керек. Ол үшін осылай апельсинімізді кішкене оқалап массаж жасаймыз. Сонан соң апельсинді 2 бөлікке бөліп, ортасындағы шырынын аламыз. Осы массамызға жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырамыз. Сонан соң орташа отқа қоямыз. Үнемі астын араластыра отырып, осы массамызды 80 градусқа дейін алып барамыз. Міндетті түрде өлшеп тұруларыңыз қажет. Біздің апельсинді массамыз дайын болды, 80 градусқа жетті. Енді оны сүзгіштің көмегімен сүзіп, арасындағы цедраны және де жұмыртқаның араласпай қалған бөліктері болса алып тастаймыз. Апельсинді қордымызға бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамыз. Алдын ала бұқтырылған желатинімізді микроволновкаға 2-3 секундқа салып, ертіп аламыз. Сонан соң қордымызға қосып араластырамыз. Мен осында 2-16 сантиметрлік форманы пайдаланатын боламын. 2 формаға теңдей бөліп құйып, морозильникке кем дегенде 2-3 сағатқа қатқанша салып қоямыз. Біздің шоколадты бисквитіміз дайын болды. Менде 45 минут пісті. Енді оны формадан босатып, сонан соң толығымен суытуға қоямыз.
Толығымен суыған бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Біздің бисквитіміз арасы жақсы піскен және де өте нәзік болып шығады. Бұмен жұмыс істеген кезде абай болғандарыңыз дұрыс. Біздің апельсинді қуыртымыз толығымен мұздаған соң крем жасауға кірісеміз. Ол үшін ыстық сливкиімізге шоколадымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бізде осындай шоколадты ганаш шығады. Енді осы ганашымызды бөлме температурасына дейін суытамыз. Ал біз творожный сырымызға сливкиімізді құйып миксерлейміз. Творожный сырымыз да сливкиіміз де міндетті түрде мұздай холодильниктен шыққан болу керек. Осы массамыз бірігіп араласқанша миксерлейміз. Сонан соң суыған шоколадты ганашымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Бізде өзін-өзі жақсы ұстап тұратын крем шығу керек. Тортымызды жинауға кірісеміз. Ең астыңғы жағына бисквитімізді қоямыз, оған аздап кремімізді жағамыз. Мен ыңғайлы болу үшін кремді осындай мешокқа құйып алуды дұрыс көрдім. Барлығын жағып, қасықпен реттеп, сонан соң апельсинді бөлігімізді қоямыз. Және де апельсинді бөлігімізді қойған соң тағы да үстінен аздап кремнен жағамыз. Келесі коржымызды қоямыз. Коржымыз өте нәзік болғандықтан менің коржым екіге бөлініп кетті, бірақ ол ештеңе етпейді. Бетінен аздап кремнен жағып, тағы да апельсинді бөлігімізді қойып, оның бетінен кремнен тағы жағамыз. Ең соңынан бисквитпен жауып, бетін пищевой пленкаға ораймыз. Бір түнге холодильникке салып қоямыз. Толығымен креміміз сіңу керек. Біздің тортымыз бір түн тұрды. Тортты мен шоколадты креммен қаптадым. Ол кремнің рецепті менің YouTube каналымда бар. Ссылкасын беретін боламын. Енді тортымызды кесіп көрсек болады. Міне достар, тортымыздың арасы осында керемет болып шықты. Сөзсіз-ақ көрініп тұр. Дәмді екенін міндетті түрде жасап көріңіздер.